Башатас ауылында іңір қараңғылық үйірілді. Арнамызда ақпараттық жаңалықтарды қорытындылайтын шығарылым. Кеш жарық, мен Марат Оралханов. Осы аптада Башатаста болған, бәлкім болашақта аңызып айта жүрер жаңалықтар легі дәл қазір. Абай облысы Аягөз ауданы Башатас ауылында сән салтанатымен келген өткенге тағзым, бүгінге құрмет, ертеңге тарих болған ауқымы кең іс-шара өтті. 100 жылдық ғұмыры бар Оспанқұл Меңаяқұлы атындағы Қара Шаңырақ ұжымы, мектеп басшылығы, ауыл әкімдігі, ғасыр жаңалығы болған іс-шараға үлкен дайындықпен, зор жауапкершілікпен бірлесе іс-қимыл жасағандары туған ауылға кіреберістен-ақ байқалып тұрды. Аталмыш іс-шараға мемлекетіміздің түкпір-түкпірінен ағылған қонақтың санында есеп жоқ. Оларды бір ұяның қарлығаштандай болып ауылға келуіне де бірден бір себеп, ол мектеп. Іс-шара өзінің ауқымды бағдарламасымен ауыл жұртшылығына жаңа серпіліс беріп, білім мен ғылымға деген өскелең ұрпақтың құлшынысын арттыра түсті. 2 күнге созылған мерекелік бағдарлама 30 күн ойын, 40 күн тойын өткізген қазақтың көне нақылын еске түсірді. Салтанатты жиыннан бастау алған іс-шара мектеп өмірімен таныстыру және жас өрендер шығармашылығын тамашалауға ұласты. Бұл алғашқы күннің сәулелі сәттері болатын. Құрметті көрермен, қорытынды жаңалықтар легін ары қарай жалғастырамыз. Басқа арналарға ауыспай бізбен бірге болыңыздар. Елін, жерін сағынып туған ауылының төсінде ғасырында бір рет қана болатын дүбірлі тойға жиналған қалың жұрт 100-ден жүйрік атауының аясында өткен бәйгені тамашалады. Бәйге жас Башатас барысы атты палуандар күресіне ұлғасты. Кеш соңы «Сәлем саған туған жер» атты бұлбұл эстрадалық ән-би ансамблі гала концертімен Башатас ауылының көгін ән мен жырға, күй мен биге бөледі. Өз жерінің тарихын, салт дәстүрін, жәдігерлерін құрметтеген көпшілік Шұбартау жерінің құндылықтарын ән мен жырға қосқан бұлбұл ансамблінің мүшелеріне деген ыстық ықыластарын әлемде теңдесі жоқ қошеметтерімен білдірді. Бағдарлама соңында ауылымыздың көркімен елдің әл-ауқаты жайында түйген ойымызды ортаға саламыз. Башатас көркеюде, көші жолдары жаңартылған. Өскелең ұрпаққа білім мен тәрбие беріп жатқан мектеп аудан көлемінде алғы сапта. Денсаулық сақтау саласы да әлеуметтің салауатты өмір салтын ұстануына ықпалы мол екен. Ауылымыздың инфраструктуралық құрылымдары өз деңгейінде халыққа қызмет жасауда. Ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан шықсын? Ендігі мақсат Аягөз бен Башатас ауылының арасындағы 178 шақырым жолды заман талабына сай халыққа қызмет ететіндей етіп жөндеуден өткізу. Аудан әкімдігі, Абай облысы әкімдігі және республикалық құзыретті орындарға осы мәселені көтеруді біз де қолға аламыз. Сіздер де атсалысыңыздар, құрметті аудан мәслихаты депутаттары және ауыл әкімдігі. Алдағы жылдары Башатас ауылында Қазақстан Республикасының танымал эстрада жұлдыздарынан құралған өнер иелерінің концертін өткізуді жоспарлап отырмыз. Еліміздің көрікті ауылдарының бірі Башатасқа апарар күре тамыр жол әлемдік стандартқа сәйкес болуы керек. Башатас ауылы бәсекелестікке өте қабілетті елді мекен. Мектептің мақтан тұтар түлектері соның бірден бір дәлелі. Аягөз аудандық мәслихаты депутаттарының және Башатас ауылы әкімдігінің назарына театр киім-ілгіштен басталады. Ауыл болса, көркі көз тартар күре жолдан басталады. Біз бұл мәселені қадағалап отырамыз. Себебі елімізді, жерімізді сүйеміз. Құнанбай қажы Мекке жеріне тақия салдырса, Оспанқұл Шұбартау өңіріне мектеп салдырды. Ал біз туған ауылымызға жол салайық.
Біз жаңа Қазақстанда өмір сүретіндіктен келесі кездесуге жаңа жолмен келейік. Бүгінге осы, құрметті көрермен. Ақпараттық бағдарлама өзінің шарықтау шегіне жеткендігі себепті осымен тәмам. Келесі кездескенше күн нұрлы болсын. Бай қуатты болайық. Сіздермен бірге болған мен Марат Оралханов.